Ассалаумағалейкум. Тұрғын үйге зәру азаматтардың тек 30% ғана мемлекеттік бағдарламаға ілігіп баспана алуға мүмкіндігі бар. Ал қалған 70% тұрғын үй мұқтаждығын өздері шешуге тура келеді. Баспананы қол жетімді етуі тиіс мемлекеттік бағдарламалар аталған мәселені түбегейлі шеше ала ма? Баспанадан үмітті кісілердің бірі Оразгүл Атыкеева ханым бүгін біздің студиямызға өзінің жағдайымен бөлісу үшін келді. Қарсы алайық. Қош келдіңіз, Оразгүл ханым. Төрлетіңіз. Енді баспанаға кезекте тұрғаныңызға білуімше бірнеше жыл болды, иә? Өзіңіз нақты айтыңызшы, қай жылы кезекте тұрдыңыз? 2000 жылы келгем. 2000 жылда 2 жылдай тұрдым. 2004-те уже документтерім жоғалды. Оғанға дейін мен Ротанға барып, жаңағы Светлана Бичковаға да бардым, депутат. Сонымен документтерін өткізген. Бейленді майда сносқа кетеді деген кейін барғам тоғым. Білінші деп. Барсам, ондай кісі біздің списокта жоқ дейді, алып тастаған баше. Тоқтаңыз, бәрін мәселен басынан бастап айтайық. 2000 жылы сіз Астанаға көшіп келдіңіз, иә? Содан кейін қандай бағдарлама бойынша кезекте тізімге тұрдыңыз? Көп балалар ретінде? Көп балалар ретінде Нұротанға барыңды деп біреулер маған солай айтқаннан кейін Нұротанға бардым. Нұротанға барып, жаңаға депутат кісілерге кіріп жүрдім. Каждый вторник, четверг күндері барып, жаңағыдай өзімнің анықтамамын, түсініктемін жазып, балам шаған бар екен, жағдайым жоқ екен жазып, сөйтіп бір жылдай жүрдім. Сосын 2 жылдарды барғанында уже басқа жерге ауысып кетті деді, сонымен қойдым, сөйтіп жүрген кезде документтеріміз ұрланып кетті. Тоқтаңыз, құжаттарыңызды қайда өткіздіңіз? Қандай бағдарлама бойынша? Департамент жиля деген бар ғой, соған өткіздім жаңағы. Яғни мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы бойынша соған баруға өткіздім. Сонан кейін 2000 жылы барғанымда әлі очередіңізға көп бар деп сөйтті. Сонымен 1-2 жылдан кейін кеп білесің деп кейін барғанымда бар деп жүрдім. Сөйттім де кешегі жолы соңғы күні бізге жаңағы сностан кісілер келді. Біреудің үйінде тұрамда мен 15 мыңға жалдап жаңағы дачына. Біздің әріптестеріміз сіздің үйіңізге барып, Оразгүл ханым жағдаймен танысып қайтқан болатын. Ендеше бейнематериалды берсеңіздер осы тұста. 6 баласы бар Орынгүл Атығаева Астананың іргесіндегі Авигатор саяжай қауымдастығына қарасты. Мына мекен жайды 7 жылдан бері паналап келеді. 15 мың теңгеге жалдап келген саяжай көп кешікпей бұзылып, орнына құрылыс салынбақ. Күн көрісі қиын отбасының енді барар жері жоқ. Талай естіп тоздырған ол осыдан 10 жыл бұрын тұрғын үй кезегіне тұрған екен. Бірақ тізімде оның аты жөні болмай шыққан. Мен тамағымен несін табармын өзім. Өліп баратқан жоқпын ғой қазір. Ананың жұмысын істеп, мынаны сиырын сауып берсем де тауып берем тамақтар. Үкіметтен сұрайтын бала шағамын осы баспанасы болса екен деймін. Өйткені бір күн ауруым, бір күн сауым мен қазір. Ашебет жүрген болмаса өз балаларымды талай больницаға да бармай үйде жатқам. Жанияның асқан асты жатын бөлмесі де осы. Отбасының асыраушысы үлкен ұлы 21 жасар Қазбек. Оның да табысы тұрақты емес. Ал қызы колледжде, қалған 4 бала мектепте оқиды. Оқу үлгерімдері жақсы, бірақ балалардың алаңсыз білім алуына отбасының жағдайы мынау. Денсаулығы сыр беріп, әрі құжаттарын ұрлатып алған көп балалы ананың тұрақты жұмысы да жоқ. Оразгүл ханым, жаңағы енді құжаттарды өткізу барысында барлығы дұрыс өткізілді деп қабылдап алды ғой басында, 2000 жылдары? Бүкіл документ жинап, жаңағы прописка деді, мен прописка істеттім ақшаға. Сөйтіп жаңағы өткізгем, сосын очередте бармын ғой деп 5 жыл болмаса бір 10 жылда береді деп жүре бергем. Енді кешегі жыл соңына келіп қиналған кезде бардым да, уже мен шығайын деп жатырмын. Онда осыған дейін сіз жалпы тексеру жасаған жоқсыз, иә? Тізімде барып жүрдім, 2005-те де бардым соңғы. Ол кезде болды ма тізімде? Болды, бар списокта істеген. Нешінші болып тұрдыңыз? Нөміріңізді білесіз ба? Кезектегі саныңызды? Мен барғанда 10 мыңыншы бірдеңе деген тұғында. 10 мыңыншы, иә? 2004-те барған мен соңғы рет. Одан кейін 2007-те жаңағы көршімен екеуміз бірге барып отырғанбыз ғой. Ол кісінде 7 қыз бар. Сол кісілерді кешегі жолы сұрасам, оларды 5 мыңнан бірдеңеге келді дейді. Қайтадан қалпына келтіруден кейін сіздің тізімдегі кезегіңіз жылжыған күйінде ме, әлде қайтадан жаңадан бір кезекке тұрғызды ма? Жоқ, ондай ешқандай ештеңе. Бұл кісі қазір мүлдем кезекте жоқ, кезінде тұрған, бірақ бұрынғы 2000 жыл тұрған кезектен бізді алып тастаған, ол жоқ, ол документ. Осы бойынша шағым түсіріп көрдіңіз, е? Әлде ол бойынша да әлі ешқандай шара қолданылған жоқ па? Документім болмағаннан кейін мен жаңағы неге де бардым әкімшілікке, мені кіргізбей жіберді, удостоверениесіз. Енді сізді кіргізбей жүрген әкімшілік бүгін біздің студиямызға да келген жоқ, әртүрлі сылтаулар айтты, жиналыстар болады деді. Бүгінгі бағдарламаға қатысуға бас тартты. Енді министрліктің өкілдері, парламентарий өкілдері отыр, алғашқы кейіпкеріміздің жағдайында мысал келтіріліп отыр. Бұл жерде кезекпен үй алу, кезектің жылжуы емес, кезектен түсіп қалу дейтін оқиға көз алдымызға келіп отыр. Не айтасыздар? Мына кісі әкімшіліктегі кезек бар. Ол мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй мұқтаж есебінде тұрған азаматтардың кезегі. Сол кезекті реттейтін жаңағы
Астана қаласына бердіңіз ғой. Астана қаласының әкімшілігі. Жаңағы кезектен неге алып тастады, неге дұрыс реттелмеді, түгел сұрақтар әкімшілік шешеді негізі. Администратор ретінде. Өздеріңіз білесіздер, қазір бұл жаңағы мемлекет осындай жаңағы мына социальный уязвимый дейді ғой, сол әлеуметтік жағдайы нашар халыққа мемлекеттен үй беріледі. Содан бөлек кезегі бар. Қазақстан бойынша қазір ол кезекте тұрған 225 мың адам тіркелген. Енді осы кісінің мысалында қарастырып көрейікші, бізде қандай бағдарламалар бар? Бұл кісі қандай бағдарламалар арқылы баспанаға қол жеткізе алады деген сауалға жауап іздеп көрсек. Осы сауалға алғашқы болып жауап беретін біздің келесі кейіпкеріміз болады деген үміттеміз. Қарсы алыңыздар. Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі орталық филиалының басқарушы директоры Мұрат Шәріпов мырза. Бүгін біздің студиямызда қонақта. Мұрат мырза, қош келдіңіз студиямызға, төрлетіңіз. Мұрат мырза, енді Мейрамгүл атап өтті ғой, мемлекеттік бағдарламалар бойынша бірнеше бағыттар бар. Осылардың бір бағыты сіз өзіңіз өкіл болып келіп отырған банкпен байланысты. Бұл бойынша енді алғашқы кейіпкерге қатысты қандай бір мысалдар келтірген болар едіңіз? Енді әрине бүгінгі күнде қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы бойынша әр азаматтың өзінің таңдап алатын қадамы бар. Осы қадамды таңдап алып, әр азамат өзінің тұрғын үй жағдайын шешуге мүмкіндік берілген. Біздің тұрғын үй құрылыс жинақ банктың жаңағы қадамдар бойынша біздің банк арқылы іске асырылатын. Ондай болса, азамат жаңағы ақшасын жинап, кейіннен несие алып, әкімшілік салған үйді сатып алуға мүмкіндігі болады. Және егер жаңағы азаматтың төлем ақысы жетпейтін болатын болса, онда ол пәтерді жалға алып, кейіннен болашақта меншікке сатып алуға мүмкіндік береді. Мұрат мырза, енді біз жағдайда осы кейіпкердің жаңағы мысалында айтуға болады, бұл кісі жаңағы құжаттарымды жоғалтып алғанмын деп отыр. Құжаттарыңыз жоқ болса, ол құжаттарды толтырып, өйткені әр келісім шартты ашу үшін қандай да банк болсын, қандай да мекеме болсын, құжаттар керек болады. Сол құжаттарыңызбен банкке келіп, шотыңызды ашып, ақшаңызды жинауыңызға мүмкіндік болады. Енді Мұрат мырза, нақтылай түсетін болсақ, енді бұл мысал халыққа жалпы түсіндіру үшін қажет, Бірақ сіз жұмыс істейсіз ба қазір? Қызметіңіз бар ма? Жұмыс істемейсіз, Сізде табыскер балам ғана. Ұлыңыз, Мен ондай жұмыс, например, квартираға 15 мың теңге төлеймін датчының өзіне. Светім айына 3 мың теңге. И қалған балам тамағы келесі айдан келесі айға дейінгі ақша тамаққа ғана жетеді бізде. Сізде жинауға ешқандай мүмкіндік жоқ? Мен үй алуға, үйге жинауға мүмкіншілік жоқ. Жаңағы жалға алуға болатын пәтерлер бойынша? Жалға алуға болатын пәтерлер бойынша да азаматтың тұрақты жалақысы болу керек, және ол жаңағы берілген үйді өтейтін мүмкіншілігі болу керек. Бұл семьяның кірісінен саналады. Сондықтан жаңағы егер бұл кісі жаңағы жалақысы жоқ немесе жеткіліксіз болатын болса, ондай болса, бұл кісі жаңағы әкімшілікке кезекте тұрып, солай мүмкіндікпен алуға болады. Ол осы кезекті жаңағы алдыға жылжыту үшін жаңағы қолжетімді баспана 2020 бағдарламасында басқа да қадамдар көзделген, мен мысалы басқа мекемелер айналысады. Жаңа жалға берілетін пәтерлердің, нақтылап айтатын болсақ, енді бұл кісі айтып отыр, табысым жоқ деп, бірақ бұл кісіден жағдайы сәл түзеурек азаматтар бар, табысы бар. Соны атап өтіңізші бізге, қанша табыс көлемінде болу керек ол айлық жалақысы бір айда? Бүгінгі күнде оны қазір анық айтуға қиын, өйткені екі жанұяны салыстырғанның өзінде біреудің 2 баласы бар, немесе 2 адам жұмыс істейді, біреуі бір адам жұмыс істейді. Сол кезде несие алуға әр адамның әр мүмкіншілігі болады. Орташа есеппен, орташа есеппен жинақтаған кезде әр адам өзінің бағдарламасын таңдау керек. Сондықтан әр адамның оның қанша таза жалақысы болу керек екен, ол әр адамдікін бөлекше есептеледі. Бүгінгі күнде 70-80 мың теңге алатын азамат несие алуға мүмкіндігі бар. Мұрат мырза, енді осы аптаның басында, үкіметте дәл осы қолжетімді баспана мәселесіне байланысты талқылау болғанын білеміз. Осы талқылауда әртүрлі өңірлерге қатысты сындардың айтылғаны, қаржыны игермеуге байланысты мәселелердің көтерілгені тағы бар. Енді осы мәселені ашып айтып беріңізші, бұл жердегі себептер не? Жердің сатып алынбауы ма? Мысалы, әлде тұрғын үй құрылыс жинақ банкінен бір кемшіліктер бар ма осы тұста?
мысалы ұйымдастыру шарасына қатысты? Жергілікті атқару органдардың барлығы әкімшілікке ғана қатысты мәселелер ма? Қызметтері, өйткені банк өзінің тарапынан үй салуға құқығы жоқ, сондықтан әкімшілік салған үйге біз жаңағы салымшыларымыз арқылы сол үйді сатып алуға мүмкіндік береміз. Қолжетімді баспана бағдарламасы бойынша дәл қазіргі уақытта қанша шаршы метр үй дайын? Және сіздердің желілеріңізбен, сіздердің жолдарыңызбен біздің жоба бойынша 1 қаңтар 2014 жылдың 1 қаңтарына шейін 10.254 пәтер салыну керек. Сол қазір құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Әлі ешкім үй алған жоқ сондай қолжетімді баспана бойынша? Неге басқа өңірлерде алып жатқан бар. Соның ішінде бүгінгі күнде мысалы 3,5 мыңдай азамат өзінің пәтерлерін алып кіріп жатыр. Біреулер несиелерін алып жатыр. Сондай қызметтер жүріп. Аталған мәселеге байланысты енді әңгімемізге тұздық болсын, арнайы дайындалған бейнематериалға назар аударсақ осы тұста. Бермесең бермей-ақ қой баспанаңды, сонда да тастамаймын Астананы деп жырлап еді Қасым Аманжолов. Бүгінде баспанасы жүрген астаналықтардың қатары азаяр емес. Бұл өзге өңірлерге де тән өзекті мәселе. Мамандардың пікірінше, қазақстандық құрылыс компаниялары қажетті материалдың денін сырттан әкеледі екен. Шегеге дейін шетелден тасымалданады. Құрылыс заттарын шығаратын кәсіпорындардың өзі өнімге қосатын қоспаларды өзге елден сатып алады. Тек бұл емес, қолжетімді баспанаға қарапайым халықтың қол жеткізе алмауына облыс әкімдері де кінәлі екен. Жуырда үкіметтің отырысында премьер-министр Серік Ахметов қолжетімді баспана бағдарламасын жүзеге асыруға атүсті қараған аймақ басшыларының жұмысын сынға алды. Батыс Қазақстан, Ақмола, Атырау, Қарағанды, Маңғыстау, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстарында тұрғын үй құрылысына бөлінген қазына қаржысы өз деңгейінде игерілмей отыр. Әкімдер неге асықпайды? Есеп-қисаптың құжаты неге кешіктіріледі? Баспана бағасының өсуіне құрылыс материалының қымбаттауы ма, әлде басқа себеп бар ма? Отандық өндіріс қашан қарқын алады? Аталған мәселеге байланысты не айтасыз? Құрылыс материалдарының өсуіне байланысты, үкімет басшысының өзі айтып өтті, баға қайта қарастырылуы қажет шығар деген. Сіздің көзқарасыңыз? Яғни осы жерде тағы сауалды толықтырайыншы. Яғни осы уақытқа дейін мысалы қолжетімді баспана бойынша өңірлердің сәл кешігуі дәл осы ең алғашқы бағаны дұрыс реттемеуге, дұрыс қоймауға байланысты емес пе деген сауал. Қазір мен бірінші сұраққа жауап берейін, жаңағы талқылаған. Негізі жылдан жылға шаршы метрдің жаңағы салғаны көйіп келе жатыр. Енді бағдарлама бойынша 7 миллион шаршы метр жылда салу тиіспіз. 10 жылда 70 миллион, 60 миллион шаршы метр салып, 10 жылдар арасында 1 миллион пәтер салып, жаңағы қолжетімді пәтерлерді халыққа тапсыру тиіспіз. Сондықтан неге салынып келе жатыр, бірақ ол сол салса да қазіргі уақытта әлі нақты айту керек, салып жатқанымыз аз. Жаңағы енді құрылыс заттары бойынша айтып келсек, негізі 80-70% құрылыс заттар өзіміз елімізде шығады. Кірпіш болсын, және бетон болсын. 80-70%, иә? Арматура болсын. Тек қана шетелден таситын құрылыс заттары, лифт бар, санфаянс, керамика ғана бар. Қалғандар төлі елімізде шығады. Сондықтан баға, ол және баға жөнінде айтып отырмыз ғой. Баға негізі үйдің бағасы, енді өзім құрылыс саласында біраз уақыт істегеннен кейін, өзі құрылыс одағының төрағасы болғаннан кейін өз жағдайын жақсы білемін. Ең біріншіден және баға байланысты жобаға. Жоба сапалы болса, үйдің бағасында төмендетуге болады. Өйткені қазіргі жоба мекемелері, жоба ұйымдастары, жобалаушылар тәжірибесі аз деп айтуға болады, шын айту керек. Егер олар құрылыс өндірісінде істеп, және өздерінен мойнын өтсе, бүкіл құрылыс. Содан кейін жоба ұйымдарына барып, мекемелеріне барып, жаңағы жоба жасаса, жұмыс жобаларын жасаса, сонда ғана кішкене айтуға болады, сапасы көтеріледі деп. Екіншіден, жаңағы бағаны да түсіруге болады, жобаның бағасы өте қазір биік, жұмыс жобаның бағасы. Егер өзіндік құнға санағанда, үй құрылысының өзіндік құнға санағанда 10%-ға дейін тұрады жобаның жұмысының бағасы. Бүкіл құрылыстар қазір уақытта уақыт мерзіміне байланысты. Қазір уақытта бір кезекке жұмысшылар жетіспей жатыр құрылыста. Көрдіңіздер ме? Құрылыста жұмыс істейтін адам жоқ, аз. Егер мысалы осы аз мерзім уақытта 2-3 ауысым кезекте істесе, сол жаңа құрылыстың уақытын азайтуға болады. Егер сол уақытын азайтсақ, бағасында сол сақтап қалуға болады, түсіруге болады. Көрдіңіздер ме? Марғұлан мырза, айтыңызшы, қазір шаршы метр қаншадан? 2020 бағдарламасы бойынша осы бір шаршы метр. Мысалы Астана қаласы бойынша, Қарағанды қаласы бойынша. Минималдық бағасы
4 класс жайлылығы дейміз ғой, жаңағы сынып бойынша 80 мың теңге, республика бойынша, Астана бойынша 120 мың теңге. Ал енді 3 класстық сыныпты жайлылық болса, онда республика бойынша 90 мың теңге, Астана қаласы бойынша 142 мың 500 теңге. Енді қараңызшы, мен осы газеттен жақында қателеспесем құрылысшылар одағының арнайы мәлімдемесін оқығам. Онда мысалы былай жазады, Астана қаласы бойынша $1100 кем емес шаршы метр үйлер болмауы тиіс, өйткені қазіргі баға осындай деген сияқты. Солай ғой, Талғат мырза? Иә. Бірақ енді біз көріп отырмыз, мемлекеттік бағдарламада бұл баға $1100 емес, одан да арзан болып тұр, 80 мың теңге. Яғни оның сапасы төмен болады деген сөзге анық келіп тұр ма бұл жағдай? Қалай болып тұр? Бүгіннен бастап ол салынбай жатып, оның сапасыз болатындығына үкім шығарылып қойған сияқты. Негізі мысалы қазіргі уақытта мынау смета дейміз ғой, есебі. Иә, үйдің құрылысының есебі 2010 жыл, не болмаса 2011 жылы қабылданса, құрылыс келесі жылда жүргізіледі. Әрине, енді өзіміздің жылғы жаңағы неміз бар, инфляциямыз бар, 6-7% сол мөлшерінде. Сондықтан әрине жылдан жылға жаңағы құрылыс заттары кішкене қымбаттағаннан кейін ол әне құрылысқа да әсер етеді. Иә, сондықтан біріншіден баға ұстап қалу үшін енді сол жылда қабылдаса, жаңағы үйдің құнын, сметасын, сол жылда құрылысқа кірісу керек. Жақсы, Әділбек мырза, енді міне қараңыз, алдағы 10 жылдың ішінде біз 80 миллион шаршы метр үй құрылыс көтеру керек деген сөзді айтып отырмыз. Осы жердегі жылжымайтын мүлік қорының үлесі қандай болады? Және енді негізгі мақсат үйдің шаршы метрінің саны емес қой, қолжетімді болу керек. Мысалы, қазірдің өзінде мыңдаған шаршы метрлер үйлер салынып тұр, бірақ онда адамдар тұрмайды, олар пәтерге жалға беріліп жатыр, немесе басқа да бір мақсаттарға қолданылып жатыр деген сияқты. Ең бірінші мен тоқтай кетірдім, жаңағы тұрғын үйлердің бағасына байланысты. Бағасы өте төмен болған, мен жаңа құрылысшылардың сөзіне қолдаймын, өте төмен баға сапасыз болып келуіне болу әбден мүмкін. Жергілікті әкімшіліктердің салып отқан 80 мың, жаңағы 120 мың деген отқаны, олар тек үйдің өзі. Үй құрылысшылар салған кезде жалғыз үйден тұрмайды, оның инфрақұрылымынан, оны абаттаудан, олардың барлық ақшасын құрылысшылардың қалтасынан шығады. Бүгінгі күні біздің қор, біздер құрылысшылармен бірігіп құрылыс салып жатырмыз. Жаңағы біздің осы Алматы, Астана бойынша біздің 1 шаршы метр тұрғын үйге кететін шығынның саны 150 мың теңге 1 шаршы метріне. Оның ішіне қосымша кіретін, жаңа мен айтып кеттім, инфрақұрылымның абаттау жұмыстары болып отырады. Енді ол материалдардың бағасын қалай түсіреміз десек те, ол теке сапасыз нәрсеге келіп соқтыруы мүмкін. Сондықтан да біздің ойымызша жалғыз бір жақсы бір жолы жаңағы салынып жатқан пәтерлердің аудандарын ықшамдау. Біздер айта кетейік, қазір біздің бағдарлама бойынша, біздің бағыт бойынша салынып жатқан тұрғын үйдің 2 бөлмелі тұрғын үйдің 45 шаршы метр десек, Астана бойынша, Астана, Алматы бойынша долларға шаққанда 72 мың доллар болды. Ал басқа аймақтарда 45 мың доллар тікелей сатылған кезде. Ал егер оларды 15 жылға біздер сатып алу құқымен жалға беретін болсақ, бір айлық көлемі Алматы бойынша 72 мыңда, ал аймақтар бойынша ол 52 мыңға келеді. 15 жылда 52 мың теңге. 15 жыл мыңға. Бұлай есептеген кезде біздер барлық нәрсені нарыққа салыстырып қарауымыз керек. Сондықтан да бүгінгі күні Алматы мен Астанада 2 бөлмелі пәтерді сіз жалға алған кезде 90 мыңнан кем алмайсыз. Ал біздің бағдарлама 72 мыңнан 15 жылдан кейін бірақ мұнда бұл бағдарламаға қатысу үшін жалақының көлемі кем дегенде 100 мыңнан болмау керек. Жанұяның табысы. Жанұя ұғымына кім кіреді? Жанұяның жұмыс істейтін адамдар ғана келеді. Осы пәтерлерге қол жеткізу үшін жары, жұбайы ғана емес, мысалы
ауылдағы әке-шешесінде қосып жатқан азаматтар бар, сол жерде тұрады деп. Мұндай мүмкіндіктер қарастырылған ба азаматтар үшін? Әр өтініш беретін адам өзіне жақын деген адамдардың бәрін қосуға өтініш қосуына болады, яғни. Осы жерде бір айта кететін, біздің қор бойынша, қордың бағыты бойынша осы жаңа жасалған бағдарламаның несімен жақсы. Ол жаңа айтып кеттік, жергілікті әкімшіліктердің салып жатқаны заң бойынша әкімшіліктердің сұрауға, алуға құқы бар азаматтар бар. Жаңа осы айтып кеткен қарындастар. Сосын бір арнаулы бағдарлама арқылы жастар деп жатырмыз, сол туралы алатын осы бағдарлама арқылы пәтер алуға болады. Біздердің жағдайымыз, біздердің қордан алатын адамдардың, олар бүгінгі күні жұмыс істеп жүрген, бірақ бизнеске бүгінгі күні 3.000-2.000 доллардан пәтерлерді сатып алылмайтын азаматтар, соларға арналған деп біздің бағдарламаны есептейміз. Жақсы, енді осы сәтте студиямызға келесі мейманымызды құрылыс компаниясының өкілін шақырмас бұрын тағы да арнайы әзірленген бейнематериалға кезек берейік. Құрылысшылар отбасында тәрбиеленген Ерлан Алшынбаевқа бұл саланың қыр-сыры бала күннен таныс. Еңбек жолында тас қалаушының көмекшісі болып бастаған. Астананың сәулетті құрылысында Ерланның қолтаңбасы ерекше. Ол алаяқтардың арбауына түскен талай үлескерге үміт сыйлап, тұралап қалған құрылыс нысандарын қалпына келтіруде. Біз қазақ болғаннан кейін кім енді істейді оны, біз істемесек. Соның ойымен сөйтіп, сосын осы объекттерді алдық. Енді осы бүгінге дейін 2000-ға жуық үлескерлерді біз үймен қамтамасыз етіп жатырмыз. Еліміздің тұрғын үй құрылысына атсалысып жүрген азамат алдына келген әрбір жанның жағдайына көңіл бөліп қана қоймай, жұмыстың сапасына да жіті назар аударады. Ел үшін атқарған ісің игілікті болу керек дейді ол. Енді осы сәтте студиямызға дәл осы бейне сюжеттінде кейіпкері болған құрылыс компаниясының директоры Ерлан Алшынбаевты шақырып алайық. Ерлан, қош келдіңіз. Қош келдіңіз, Ерлан мырза. Енді түсінікті болсын, жаңа дағдарыс кезінде үлескерлердің мәселесі болған деп айтып отырдық қой мына бейне сюжетте. Осы мәселелер қалай болып кетті өзі? Сосын сіздің араласуыңыз қалай жүрді? Білуімше, тіпті сіздің өзіңіз де кезінде үлескер болғансыз, бірақ сол баспанаға қол жеткізе алмай қалдыңыз. Негізі дағдарыс кезінде бізге емес, дүние жүзіне де қиын болды. Сол уақытта енді дағдарыс кезінде біз жылу неттік, отопление неттік кісілерге. Құбырларын жүргізумен айналыстыңыздар. Иә. Содан кейін біз субподрядный жұмыстар алдық көбінесе. Содан кейін осы Қыпшақ деген үйге біз келдік. Субподряд жылуды өткізуге. Содан кейін біз содан істедік. 1-2 ай істегеннен кейін бізге ақша қаражат бөлінбеді. Енді содан кейін біз әкімшілікке бардық, осылай. Олар айтады, ол кісі кетіп қалды дейді шетелге. Жоқ дейді. Яғни үй салушы құрылыс компаниясының басшылары шетелге қашып кеткен, Иә. Солай айтып жатыр. Содан кейін біз енді бірдеңе істеу керек, қан жерде үлескерлермен бәрімен сөйлесіп жүрміз, кейбіреулермен жолдасты болып кеттік. Аналар енді біз салатқанда олар көбінесе қуанып, қасымызда жүріп, осылай, үйіміз енді кейбіреулер айтады 7 жыл, кейбіреулер айтады 5 жыл. Күтіп жүрген азаматтар. Иә, күтіп жүрген азаматтар. Енді бір күні бір уақыт бар да, негізі не болды, не бізді итерілемеді. Мен бір рет енді күз уақыты ғой деймін. Содан кейін жұмыстан шығып бара жатсам, бір әйел келді. Айтады, осы директор осы компанияның кім дейді. Енді айттым, мен дедім. Енді ол галюшпен, мынау киімі кішкене онша емес екен. Содан кейін айтады, мен міне осындай кісімін дейді. Мен осыншама жыл күттім, малды бәрін саттым дейді. Енді білмеймін, енді қайда тұратын білмеймін дейді. Мен айтатырым, жарайды, кеттік, қарайық, қайда тұрады екеніңіз. Содан кейін әйелге бардым, айттым, енді үйіне барсам, кісі жылайды. Олай мен тұрады деп ойламаппын олай адамдар. Шыны керек. Содан кейін алдым да ол кісіні енді айттым, олай болса, енді бұлай кіргенде 4 қабырғасы бар, ортасында буржуйка. Ағашты теріп жүр екен қыс бойы. Солай нетіп. Үйін жылтып жүр. Иә, жылтып жүр. Күйеуі жоқ екен. Күйеуін сұрамаппын, қайтыс болдым, мен ұмыт қалдым мен. Содан кейін оны айттым мен, 3 баласы бар, айттым, ол машина ішіне кіріңіз, кеттік, мен сізді қалаға апарайын дедім.
қалаға апарып, мен қолымнан келгенше көмектестім. Пәтер жалдап, анау мынау, содан кейін үй енді бітірмегенше енді кішкене неттіңіз деп. Яғни осы оқиға сіздің құрылысқа толығымен кірісуге, жаңа салынбай қалған үйлерді өзіңіздің бітіруіңізге әсерін тигізді, солай ғой? Иә. Соны Ерлан сияқты азаматтарымыз көп болса екен дейміз біз. Ерлан, сіздің айтып отырған әңгімеңізден кейін. Енді қазақ кімге керек, бізге керек болмаса. Ерлан, енді айтыңызшы бізге, қазір қолжетімді баспана, 2020 бағдарламасы бойынша салынатын үйлердің бағасы, сіз құрылысшысыз ғой, өзіңіздің есептеуіңіз бойынша 1 шаршы метр қанша болу керек? Мәселен, Астана қаласында. Енді прямые затраты дейміз оны. Прямые затраты бұлай қарағанда 850-900 долларға дейін барады, мысалы. Ол низкий класс, мысалы, енді төменгі класс. Үшінші класс. Үшінші класс. Енді біз енді бұлай көп айтады, енді қымбат дейді, анау-мынау. Енді дағдарыс кезінде енді көбінесе бағалар кішкене түсті ғой. Енді сол бағалар енді кішкене адамдарға көзге үйреніп қалды. Енді дағдарыс бітті, құрылыс материалдар көбінесе бағасы көтерілді, мысалы. Бұрында арматура 80 мың, 90 мың тұрса, қазір уже 110-120 мыңға дейін бара жатыр. Марғұлан ағамыздың берген мәліметі бойынша, Астана қаласы бойынша 120 мың, пәтерлердің құны? 4-ші класс, 4-ші сынып. Бізге сол қазір қолжетімдісі сол 1 емес, 2 емес, 4-ші класстағы үйлер болып тұр ғой. әңгіме қозғалып жатыр. Қолжетімді баспана дегенде осыны қамтиды ғой. Біз қанша талқыласақ та, ол жаңағы үй мәселесі ешқашан шешілмейді. Ең біріншіден біздің жаңағы мақсатымыз әр адамды пәтермен қамтамасыз етеміз десек, қазір уақытта ертедегі Совет мемлекетінің кезінде тың көтердік қой, жаңағы нанмен қамтамасыз еттік қой, шештік қой сол сұрақты. Солай сияқты қазір уақытта бүкіл ел болып құрылысқа бет бұру керек. Мысалы енді дағдарыстан кейін бір 10-15 өзі көрсеткен құрылыс мекемелері бар. Соларға жол беру керек. Тек қана бағаны ұстауға болады, не болмаса түсіруге болады. Егер мысалы нарықтық бәсеке болса, құрылыс компаниялар көбірек болса, онда бірімен олар таласып, бағаны түсіру мүмкін. Көріңіздер, оларға жол ашу керек төлдеріне. Сонда ғана біз жаңа бағаны ұстап қалармыз. Жақсы. Ерлан мырза, енді өзіңіз жаңағы айттыңыз ғой, құрылыспен тікелей айналысып кеттім деп. Қазір енді сіздер салып жатқан, жеке құрылыс компаниясы салып жатқан үйлердің 1 шаршы метрі қандай бағада? Ең жаңағы 4-ші класс деп отырмыз ғой? $1000 бар, $950 бар. Қазір акция болады $950. Ең басты мәселе бұл жер мәселесі. Жаңағы осы құрылыс үй салу үшін, мысалы, жерлердің бәрі Астана көлемінде бөлініп алынған. Мысалы, қолында барлары сол арзан бағамен салаттар, ал басқа жаңа жерді ақшаға сатып алатын құрылыс компанияларының бағалары өте жоғары болады. Біз енді жаңа құрылыс заттарының ішіндегі құрылыс үйлердің ішіндегі әрлеу жұмыстарын атқарамыз. Мысалы, мемлекеттік бағдарлама, сосын жаңағы бизнес бағдарлама, самұрық қазына бағдарламаларының әжіптер үйлердің ішіндегі әрлеу жұмыстарына қатыстық. Бұл қазіргі уақытта сұраныс болғаннан кейін үйдің бағасы көтеріліп жатыр. Сұраныс дегенде біз мұнаны басын ашып қарайықшы. Қазір халықтың сұранысы ол жаңағы қолжетімді баспана бағдарламасы бойынша салынып отырған үйлерге, немесе тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы салынып отырған үйлерге сұраныс. Ол жаңағы әлеуметтік аз қамтылған отбасыларына арналған құрылыс жинақ банкінің бағдарламасымен қазір Астана қаласында осы 3 үй салынып жатыр. Соның біреуіне біз қатысып жатырмыз қазір. Ол жерде енді мен шаршы метр жаңа құрылыс заттарының қымбаттығына или ненің қымбаттығына деп айтпаймын. Өйткені ол жаңа жинақтаушы банкте қаншалықты кім көлемде ақша жинады, 3 бағдарламалары бар. Жаңағы пайыздамарына арналған жылдық жинауларына қарсы. Сол бойынша ол жаңағы салынып жатқан 3 үйден ол жаңа банкте тіркеуде тұрған адамдар үйлерін ала алады. Ал енді біздің жаңа сіздердің айтып отқан қымбаттаған үйлеріңіз ол жалпы халыққа, жеке адамдарға, азаматтарға, бизнесте жүрген, жаңағы мемлекеттік қызметте жүрген адамдардың шама шарқына қарай сатып алуға ұсыныс жасалынып отқан бағалар, жаңағы 1000, 2000, 3000 доллардан бағалар бар. Ол сұраныс көбейгеннен кейін ол соншалықты мысалы баға шарықтап отыр. Жаңа сіз айтып өткен жеке үйлердің, жеке азаматтардың сұранысы өсіп жатуы, ол ипотека деген дүниеге тікелей байланысты. Жаңа мемлекеттік бағдарламамен достық микрорайоны салынды, үкіметіміз $450 жаңағы үйлерді берді да, мысалы сол гос әкімшіліктің адамдарына. Ол кісілер қазір $2000-2500 сол үйлерді қайтадан сатып жатыр. Өйткені ол үйлерге қазір сұраныс бар. Өйткені осы жерде ипотекалық механизм іске қосылды. Қазір қайтадан, мысалы банкте қайтадан жанданып жатыр. Еркін мырза,
қазынаның бағдарламасымен мысалы 2-3 банкке жаңағы ақша қосымша құйылды. Еркін мырза, енді дәл осы жандануға керісінше ипотека бағаның көтерілуіне әсерін молырақ тигізіп жатқан сияқты қазір менің көзқарасым бойынша. Ипотека негізінен баға өсу деген ол қателік болып есептеледі негізінде. Жаңа мысалы айтылып кетті, баға қай кезде қалыптасады? Баға сұраныс пен ұсыныстың жаңағы ол экономикалық заңдылық. Егер ұсыныс болса, егер сұраныс болса, сол кезде баға қалыптасады. Ал коммерциялық жағдайда салынып жатқан құрылыстардың бағасын қалыптастыру енді олардың өз құзыретінде. Ол бағаға әсер ету мемлекет тарапынан өте қиын. Сол себептен мысалы жаңа бағаны төмендету үшін кезінде біздің Қазақстан ипотекалық компаниясы құрылған болатын. Және ипотеканы дамыту үшін біздің басты мақсатымыз сол етін кезінде. Өздеріңіз білесіздер, 2005-2007 жылдары мемлекеттік бағдарлама шеңберінде бірінші рет Қазақстанда бастапқы жарна 10% болды, жылдық пайызы 10% болды, және 20 жылға берілген ипотекалық несиелер болды. Сондай несиелердің арқасында біздің компания арқылы 20 мың жанұя үйге жетті. Расул мырза, сізде қосылыңызшы осы тұста? Ай сайын 5 миллиард есебінде ақша берген өзінде соның 80% ипотека болады негізі. 5 миллиард қаржының 80%, иә? Қайтарымы қалай? Қайтарымы жақсы қазір. Мұрат мырза, енді осы жерде бір статистиканы келтірейінші. Кез келген осы тұрғын үйге байланысты газеттердің жарнамасын қарасаңыз, мынандай бір жарнамалар көз шығады. Мен тұрғын үй жинақ құрылыс банкінде есепшотым бар, осы есепшотымды сатам деген. Ішінде 3 миллион теңге ақшам бар, енді осын сатам деген сияқты 4 миллионға. Бұл қайдан шыққан жарнама? Сонда, яғни, мысалы менің қолымда 3 миллион теңгелік қорым болса, кез келген азаматқа Мейрамгүлге сата аламын ба сонда оны? Бұл әділетті болмайтын сияқты. Бұл енді сатам деп бәр азамат өзінің ойын білдіріп жатыр. Заң бойынша бұған ешқандай кедергілер қойылмайды. Ол кісі өйткені өзінің жаңағы 3 жылдан бері жинақтаған өзінің ақшасын басқа адамға жаңағы өзінің жаңағы құқығын басқа адамға береді. Бұл не? Яғни заң құқық бере ма бұндай? Заңды түрде бұл жерге ешқандай әр адамның несі жоқ. Әр адамның өзінің құқығы. Сондықтан егер ол қазір енді 3 миллион теңгені жинау оңай емес. 3 миллион теңгесі бар азаматтар деген ол қаржысы бар азаматтар деген сөз. Олар осыдан да пайда тауып отқан сияқты жинақ құрылыс банкінің осы бір механизмін пайдаланып. Олар енді 3 жыл көлемінде жинады ғой ол ақшаны мәселе. Ол кісі 3 жыл бойы жинады ғой. Содан кейін ол адамға ол несие мүмкін керек емес шығар. Қажет емес жағдайлар болды. Қажет болмай қалған жағдайлар болады. Сосын жаңағы несиені алатын адамдар мысалы сол заңдылық жүзінде болады ғой да мысалы реклама бойынша сатылып жатқаннан сатып алып басқа адам сол кредитті сол сіздердің бағдарламаларыңыз бойынша сол пайыз несі сақталады ғой да ол адамға. Әрине құқықтары ол мысалы дұрыс нәрсе болады. Көптеген азаматтар 3 жыл көлемінде бірдей көлемде ақша болмауы мүмкін, иә? Бір уақытта ол азаматтарға мәселен 3 миллион ақша келді, иә? Бір уақытта, бір айдың ішінде. Енді жаңағы 3 жыл жинауы тиіс деген қағида сіздерде сол күйінше сақталып қалып отыр ғой? Әлде 1 жылдың көлемінде, 1 айдың көлемінде де өзінің қаржысын әкеп салып сіздерге сол қаржыған несие ала алатын жағдайлар бар ма? Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі туралы заң бойынша тұрғын үй құрылыс жинақпен 3 түрлі займ беріледі. Біреуі жаңағы тұрғын үй займы деп айтылады, ол займ жаңағы 5%-дан беріледі, ең жоғарғы үстемесі. Оны алу үшін міндетті түрде 3 жыл жинау керек. Ал жаңағы аралық займ бар, және алдын ала алатын займдар болады. Оның айырмашылығы біреуінде жаңағы аралық займ алатын кезде 50% қолма-қол берсе, жаңағы 7,5-8,5%-дан несие алуға болады. Немесе сіздің жинақтауыңыз жоқ болса, бүгін ғана келісім шарт ашқан болсаңыз, жинамай-ақ 10%-дан несие алуға мүмкіндік береді. Жақсы, енді көрермендер тарапынан пікір сауал бар екен, микрофон ұсыныңыз. Мен тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне келіп отырған Мұрат мырзаға сұрақ қойым келіп отыр. Сұрағым, сіз айттыңыз 2014 жылы 10.254 отбасы тұрғын үйге қол жеткізу мүмкін дедіңіз. Осы үйді қандай отбасы, қандай жағдайда алуға болады? Мысалға, ол депозитте жиналған ақшаның көлеміне қарайды ма, жоқ әлде депозитті қашан ашқанына қарайды ма? Әрине, бүгінгі күнде жаңағы осы қолжетімді бағдарлама бойынша үйлер салынып жатыр. Осы үйлерге қатысушылардың арасынан біз пул құрамыз. Пул дегеніміз жаңағы конкурс сияқты деп айтуға болады. Әр азамат өзінің өтінішін білдіреді. Сол өтінішке қарап, жинаған ақшасына қарап, жаңа келісім шартты
ашқан мерзіміне байланысты бал саналады. Әр азаматтың ұпай саналып, сол жаңағы банктың сайтына шығады. Сондықтан қай азаматтың балы жоғары болады, сол азамат үйге кейіпкер болады. Өйткені бүгінгі күнде, мысалы, біздің статистика бойынша бір пәтерге 2 немесе 3 адамнан өтініш тапсырып жатыр. Енді қараңызшы, тағы бір мысал келтірейін. Отбасында ерлі-зайыпты күйеуі мен әйелінің ақшасы көп болып, олар бөлек-бөлек бағдарламаға қатысып, екеуінде 2 бөлек үй алу мүмкіндігі бар, иә? Жинаған ақшалары шектеу жасамайды. Иә, жинаған ақшалар. Осыған шектеу керек пе, керек емес пе? Нарықтық жолмен шектеу жоқ. Ал егер мемлекеттік тараптан ақша алатын болса, әрине шектеу бар, бір азаматқа бір пәтер, бір қалада деген. Жақсы, рахмет. Енді осы тұста біз студиямызға тағы да бір қонағымызды шақырғымыз келіп отыр. Біздің көпшілік азаматтар тек қана осы мемлекеттік бағдарламаға ғана сүйеніп қоймайды. Жеке өз басы талаптанып, тырысып, үй салып, өз-өзін баспанамен қамтып жатқан азаматтар да бар. Біздің студиямызға шығатын келесі қонағымызда дәл сондай азаматтардың бірі. Қарсы алыңыздар. Қаржаубай Кенжебаев ағамыз бүгін біздің студиямызда. Қош келдіңіз аға студиямызға. Төрлетіңіз, қошемет көрсетіп қойыңыздар. Енді мемлекеттік бағдарламалардан үміттілер бар, үмітін үзгендер бар, өзі қам жасайтындар бар. Сіз енді осы өзі қам жасайтындардың қатарына қосылған екенсіз. Айтып беріңізші, қалай жүрді? Бірінші жер алдыңыз, тұрғын үй қанша уақытта салынды? Жер алғанда біз 2005 жылы 14 сентябрьде көшіп келдім. Осы жерге менің балаларым алдында мемлекеттік қызметпен осы жаққа кеткен. Содан кейін ота алмадық тұрған жерімізде. Содан кейін көшіп келдік. Көшіп келгеннен кейін енді қай жақта жүреміз? Үй салуға бет бұрып, өзіміздің сол жерді ешкім бізге берген жоқ. Жерді қолдан сатып алдық. Сатып алдыңыздар, иә? Қанша көлемде? Сол кезде $5,5 мың қалдық 10 соттық жерді. Мына 96-шы разъезд деген жерде. Жалпы аға, үйдің шаршы метр қанша көлемі? Менің үйімнің шаршы метрі қазір қосып, основной үйдің шаршы метрі 120-дай болады. Жақсы, 120. Ал қаншаға түсті аға? Қосымша жаңағы қазақтар летний кухня дейді. Иә. Гараж бірдеме дейді, сонымен где-то 200 квадрат болды ғой. Енді бірақ сіз жаңа айттыңыз, бірте-бірте қосып деп. Яғни алғашында сіз бірінші бір үйді салдық бірінші. Аз шаршы метрін салып алдыңыз? Жоқ, бірінші үйді салдық. 9-да 12-де 40 үйді салдық. Бұл 9-да 12 шаршы метрлік. Енді оны бір жыл салған жоқ, біз әлі күнге дейін салып келе жатырмыз ғой біз. Үздіксіз осы 5-6 жылдың көлемі салынып келе жатыр. Қанша жыл болды? Енді тұтастай алған кезде осы 6-7 жылдық әлі де салынып келе жатқан үйдің бағасы қаншаға түсті? Бағасы өкіметтің бағасында емес, оның енді негізі жұмыс қолы өзіміз болдық. Өздеріңіз салдыңыздар? Өзіміз салдық, біз ешкімге бұл бірінші пайда деп айтайық. Иә. Где-то 50 мыңнан асты ғой, барлығы, материалы. Барлығы. Оның бәрібір шегесіне дейін бәрі ақша ғой қазір. Қалай дегенмен де ағамызға қошемет көрсетіп қоюға болатын сияқты. Өйткені мемлекетке иегі артып отыра бермей, өз әрекеттеніп, қазір 200 шаршы метрлік үйдің есі болып отыр. Жақсы, енді осы сәтте біздің студиямызда бақытты отбасы деп аталатын жобаның координатор үйлестірушісі Владислав Сергеев мырза отыр. Енді жоба туралы айтыңызшы мына. Біздің бизнес бірлестігіміз көп ақша табуды көздемейді, керісінше баспананы қолжетімдетуді мақсат тұтады. Бақытты отбасы жобасы алдыңғы қатарлы Германия, Израиль мемлекеттерінің озық тәжірибесін алды. Бұл жобаға қатысушы еңбек ету арқылы пәтердің шаршы метрін $100 арзандата алады. Бүгінгі күні біз серіктестермен келісімге келіп біршама шарттар жасастық. Мұнда тұрмыстық техника, сондай-ақ құрылыс материалдарына да үлкен жеңілдік болады. Алдағы уақытта салынатын және жалға берілетін үйлер тұрмыстық техника жиһаздармен жабдықталады деп отырмыз. Бұл бағаға жер учаскесі, көлік тұрағы және үй қоршауы кіреді. Қысқаша айтқанда, тек сөмкемен келген кісі дайын үйге жайғаса береді. Мен түсініп отырғаным, бұл жеке үйлер ғой, әлде көп қабатты үйлер ма? Изначально, то есть мы просто... Бастапқыда Германия мен Израиль мемлекеттерінің озық тәжірибесін елімізге тәжірибе ретінде енгіздік. Былтыр елбасымыз бүкіл қоғамдық еңбек ету жөнінде айтқан болатын. Біз халықты бірігіп жұмыс жасауға қалай шақырамыз? Оларға деген бір қаржылық көмегіміз болу керек қой. Міне, бұл жобада 100 сағат жұмыс жасап, $100 жеңілдік алу мүмкіндігіне ие болады. $100 с каждого квадратного метра. Осы жоба жайындағы сіздердің пікірлеріңізді білейікші енді, Талғат мырза. Марғұлан мырза. Енді мысалы қараңыздар, тұрғын жүрсе, құрылыс алаңында қолдау керек, мен ойымша. Бірақ осы жұмысты ой жақсы, пікір жақсы.
ең біріншіден жеке меншікті үйден бастау керек. Бұл жай ғана ой емес, Германияда жүзеге асқан кәдімгі жоба бұл. Енді әрине ол жақсы тәжірибе, сондықтан өзіміз бөлек бір үйден бастау керек. Жеке меншікті үйлерден бастау керек. Мысалы, қолжетімді баспана бағдарламасының ішінде де осындай бір механизмдерді енгізу мүмкіндігі бар ма? Заңдық тетікпен, басқала тетіктермен. Біздің бүгінгі көтеріп отырған сұрағымыз мына қолжетімді баспана ғой жалпы. Жаңағы ең басты сұрағымыз жаңағы бағасы деп айтып отырмыз. Енді мемлекет өз тарапынан біріншіден жер учаскелерін береді. Оларға инфрақұрылымды жеткізу ол мемлекет өз мойнына алады. Жолын, суын, жаңағы жарығын түгелін. Екіншіден жаңағы не дейміз ғой, финанс тетіктері, механизмдері. Ол жаңағы мемлекеттің тұрғындар үшін төмен жалақы алатындар, соларға арналған тетіктер. Үшіншіден жаңағы баға төмен болу үшін ең басты мына жақсы мәселе бізде көтеріліп отырған ол құрылыс материалын арзандату. Бүкіл Қазақстан бойынша қазір 16 үй құрылыс комбинаттары салынып жатыр. Мына 5-6 облыста басталды қазір. Қалған облыстарда жаңағы құжаттары реттеліп дайындалып жатыр. Жақсы. Енді бүгінгі студияда болған талқылаудың қорытындысы болсын. Бізге өзінің мұңын айтып Оразгүл ханым келіп отыр ғой. Бұл кісінің жағдайында бірнеше міне бағдарламалар отыр. Оразгүлдің жаңағы жағдайы туралы. Мен жаңағы өз кестерінен қарадым міне. Астана қаласы бойынша 26 мың адам тұр екен жаңағы кезекте. Әкімшіліктегі кезекте. Оның ішінде жаңағы әлеуметтік жаңағы халықтық әлеуметтік жағынан осал топтарына жататын ата-ана семья ғой жанұя 13 мың адам тұр екен Астана бойынша. Ал жаңағы қалған түгелін айтып кеттім ғой, әкімшілікке жағымданасыз, жаңағы өтінішпен барасыз, неге шығарып тастады, неге қалды, неге қалмады дегендей. Сіздердің бағдарламаларыңыздың қатысушысы ата-ана ма, Оразгүл? Понятно, да? Конечно, то есть мы принимаем просто заявку, в дальнейшем рассматриваем, то есть если человек готов, то любой желающий. Сіз жұмыс істеуге дайынсыз ба? Өзіңіздің үйіңізді өзіңіз саласыз, барып. Балаларыңызбен бірге болсын. Дайынсыз, иә? Жақсы, енді алғашқы кейіпкеріміздің бақытты отбасы дейтін жобаға қатысу мүмкіндігі бар екен білді, иә? Бұдан бөлек Талғат мырза, мына мәселеге де байланысты назар аудару керек сияқты, мысалы, кезекте тұрды, бірақ кезектен жойылып кетті деген мәселе. Бұны енді бәлкім парламент мінберінде депутат сауал ретінде жолдау қажет сияқты, өйткені тізімде тұрады, үміткер болады, кейін арада 5-6 жыл өткеннен кейін ол тізімнен жоқ болып шығады. Енді ондай мәселелер бар арасында да, иә, онда кездеседі. Сол енді негізі жалпы жергілікті органдардың жауапкершілігі ғой. Иә, сондықтан егер ондай мәселелер болса, бізге хат ретінде жазыңыздар, біз көмектесеміз. Жақсы, рахмет. Бүгін студиямызда біраз мәселелер талқыланған сияқты. Ең бастысы тұрғын үйлі болудың тиімді жолдары көбейсе екен деген тілек айтқымыз келеді біз. Назарларыңыз әрдайым бізде болсын.